Қайырлы күн құрметті оқырмандарым, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, қысқа арнап жасалған табиғат ашатындай капустадан салат дайындаймыз. Видеода салаттың толық жасалу жолы мен ерекше дәмді болып шығу үшін бір құпияны айтып кеттім. Сондықтан видеоның соңына дейін қарап, тіркеліп алыңыз. Ең алдымен көкөністеріміздің қабығын аршып, одан кейін жақсылап суға жуып аламыз. Керек емес артық жерлерін алып тастаймыз. Мұнда менде тәтті бұрыштың тек қызыл түрін ғана таңдадым. Егер сіздерге әртүрлі болғанын ұнаса, көк түрінен де алсаңыздар болады. Бір дана 40 қабат және қызанақтың жақсы піскен, сулы әрі етті түрін таңдаңыздар. Өйткені сіздердің салаттарыңыздың дәмді болуы осы қызанаққа байланысты. Мен қызанақтың осындай розовый түрін таңдаймын. Ылғи осы түрмен жасап жүргеніме 3-4 жылдай болды. Өте дәмді шығады. Қызыл қызанаққа қарағанда осы розовый қызанақ дәмді болып келеді. Және 2 бас ащы бұрышпен 2 бас сарымсақ, одан кейін 3-4 пияз. Мен пияздың көп болғанын ұнатамын. Егер сіздерге ұнамаса 2 пияз жетеді. 4 пиязды осылай тамаққа турағандай етіп турап қойдым. Одан кейін қызыл тәтті бұрыштарымызды дәл осылай видеода көрсетілгендей етіп тураймыз. Одан кейін сәбіздерді кәріс салатына арналған үкіштен өткізіп шықтым. Егер үкіш болмаса, жіңішке етіп майдалап турап шықсаңыздар болады. 40 қабатымызды да бөліктерге бөліп, содан кейін жұқалап етіп тураймыз. Мінекей біздің қуыратын көкөністеріміз дайын тұр. Қызанақты да 3-4 бөлікке бөліп дайындап қойдым. Енді қазір оны ет тартқыштан өткіземіз. Салаттың дәмді болуы тікелей осы қызанаққа байланысты. Өйткені мен неше жылдан бері осындай қызғылт, яғни розовый қызанақты қолданып келемін. Розовый қызанақтың әдемі, сулы, етті түрін таңдаңыздар. Салатқа 5-6 келі қызанақ қолдандым. Одан кейін 2 бас сарымсақ пен 2 бас қызыл бұрышты, ащы бұрышты осы ет тартқыштың көмегімен өткізіп аламын. Ащы бұрыштың кішілеу 2 түрін немесе бір үлкенін алсаңыздар болады. Енді кастрюлемізге майымызды құйып, бірінші пиязымызды қуырып аламыз. Жақсылап сарғайғанша қуырамыз. Одан кейін үстінен үкіштен өткізген сәбізімізді де қосып, оны да жақсылап қуырамыз. 10-15 минуттай майға қуырып аламыз. Газдың астын орташа етіп қойып, арасында араластырып тұрамыз. Асты күйіп кетпеуін қадағалаймыз. Міне біздің сәбізіміз кішірейіп, әбден қуырылды. Енді үстінен қызыл тәтті бұрышымызды қосып, оны да жақсылап араластырып 10 минуттай қуырамыз. Мінекей салатымыз әдемі түске еніп, жақсылап қуырылып жатыр. Енді осының үстінен 40 қабатымызды салып, тағы да 10 минуттай қуырамыз. Жақсылап араластырып, асты күйіп кетпеуін қадағалаймыз. Құрметті оқырман, егер де сіз менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетіңіз, өйткені алда әлі көп деген пайдалы рецепттер шығады. Астына пікірге сізде өзіңіздің салат жабу әдісіңізбен бөліссеңіз болады. Мінекей біздің 40 қабатымызды әбден қуырылып, жұмсарды. Енді бұл кастрюльді бір шетке алып, астын өте жай отқа қойып, қуыра береміз. Ал басқа ыдысқа жаңағы қызанағымызды бөлек 15-20 минут қайнатып аламыз. Астына ешқандай май, ештеңе қоймай, тек қызанақтың өзін қайнатамыз. Салаттың ерекше дәмді болуының тағы бір құпиясы осы қызанақты бөлек ыдысқа 15-20 минуттай қайнатып алуында болып тұр. 15-20 минут қайнатып алған соң, жаңағы көкөністеріміздің үстіне құя берсек болады. Арасында көкөністерімізді ашып, араластырып тұрамыз, асты күйіп кетпеуін қадағалаймыз. Мінекей қызанағымыз бұрқылдап, әдемі қайнап жатыр. Қайнап бастағаннан бастап 15 минутты есептейсіздер. Арасында араластырып тұрамыз. Қызанағымыз қайнап болған соң, қуырылған көкөністердің үстіне абайлап құйып аламыз. Ары қарай 20-25 минут қайнатамыз.
жақсылап араластырып тұз саламыз. Мен 2,5 ас қасық тұз салдым. Одан кейін егер кем болып жатса тағы да қосарсыздар. Содан кейін айта кететін жайт, мен видеода қантты 2 ас қасық қана қостым. Негізі кем болып қалғаннан кейін тағы да қосқан едім, ол видеоға түспей қалыпты. 25 өткен соң сарымсақ пен ащы бұрышты қосамыз. Тағы да араластырып 5-10 минут қайнатамыз. Салатқа мен аскөктен зелень мен петрушка қостым. Егер сіздерге қандай аскөк ұнаса, соны қоссаңыздар болады. Лавр жапырағын қосуға болады. Маған ұнамағандықтан қоспадым. Салатты өшіруге 5-10 минут қалғанда аскөк пен уксусты саламыз. Уксустан мен 1,5 ас қасық қостым, 9%-ығын таңдадым. Одан кейін банкілерімізді жақсылап булап аламыз, яғни стерилизация жасаймыз. Қақпақтарды да қайнатып аламыз. Мінекей салатымыз дайын болды. Ыстық күйінде банкілерімізге құйып шығамыз. Қақпақтарын жақсылап нығыздап жабамыз. Жалпы салатты 1 сағат 15 минуттай қайнаттым. Осымен салатымыз дайын болды. Менің рецептім сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Дайындап көріңіздер. Егер дайындап жатсаңыз, пікірде міндетті түрде бөлісіңіз. Ал видео ұнаса лайк басып тіркеліп алыңыз. Алда әлі көп деген пайдалы, жақсы рецепттер шығады. Сіздермен болған Мөлдір.